алған үнді киносының алғашқы өкілі. Енді осы және басқа ақпараттарды баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписаться батырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Айшвария 1994 жылы әлем аруы атағын алып, бүкіл әлемге сұлулығымен танылды. Содан кейін Болливудтың жұлдызы болды. Ол 1973 жылы Үндістанның Мангалур қаласында дүниеге келген. Оның отбасы құрметті және ауқатты адамдар болды. Әкесі сауда флотының офицері ретінде құрметті қызмет атқарды. Анасы танымал жазушы болды. Бала кезінен өнерді жақсы көрді және би мен музыкамен айналысты. Көп ұзамай отбасы Бомбей қаласына қоныс аударды. Онда болашақ актриса беделді колледжде оқыды. Үндістанда мұндай жақсы білім алуға мүмкіндігі аз болды. Қыз ағылшын тілін үйренді, бұл оның мансабына көмектесті. Ол өнер колледжінде оқыды, бірақ көп ұзамай модельдеу мансабын бастау мүмкіндігіне ауысты. Жас кезінде Айшвария Болливуд актері Салман Ханмен романтикалық қарым-қатынаста болды. Олардың романы 1999 жылы басталды. Жұптар көп жерлерде бірге жиі пайда болды, бірақ 2 жылдан кейін айырылысып кетті. Актриса айырылысудың себебін серіктес тарапынан үнемі қорлау фактілері болғанын айтады. Алайда Ханның өзі теріс қылықтар туралы айыптауды жоққа шығарып келеді. Кейін актрисаның таңдауы әріптесі Вивек Оберой болды. Бірақ роман өкінішті тез аяқталды. Бірақ көп ұзамай актриса әйел бақытына ие болды. 2006 жылы «Байкерлер 2. Шынайы сезімдер» фильмінің түсірілімінде ол Абхикеш Баччанмен кездесті және 1 жылдан кейін ғашықтар үйленетіндерін жариялады. Хинди дәстүрі бойынша ата-аналар олардың некесін мақұлдады және 2007 жылы Баччан Айшварияның күйеуі болды. Үйленгенге дейін актер діндар болғандықтан әкесі мен анасының үйінде тұрған. Олардың үйлену тойы сол кездегі әлемдегі ең қымбат үйлену тойларының біріне айналды. Дәстүр бойынша неке қию рәсімі 3 күнге созылды. Мереке күндері Айшварияда пайда болған зергерлік бұйымдардың ішінде көк сафир алқасы бәрінің назарына түсті. Ондағы әрбір тас кемі дегенде $1 миллион тұрады. Актрисаның неке сақинасы үлкен гауһармен безендірілген. Оны Калькуттада Баччан отбасының досы Тина Амбани сыйлаған. 2011 жылы олардың қызы Арадхия дүниеге келді. Босанғаннан кейін актриса ұзақ қалпына келе алмады. Ол артық салмақпен күресті. Салмақ жоғалту процесі оған 2 жылдан астам уақытты алды. Ол ет өнімдерінен бас тартуды көздейтін арнайы диетаның арқасында салмағын жоғалтты. Сары баспасөз жасөспірім Арадхияның ата-анасының сұлулығын алмағандығын, оның әйгілі актер Амитаб Баччанға атасына тартқанын айтып мазақ етіп жүрді. Айшвария табиғаттың сұлулығымен марапатталған қасиетін бағалайды, сондықтан ол бет терісін мұқият қадағалайды. Бұл оған макияжсыз